қызға кім көз қырын салмайды, кім қызды айттырмайды деп жатады ғой. Менің Санжарымды да ұнатпаған қыздар емес, ұнатпаған осында отырған достарым болды. Қыздарым айтқысы келді, апа. Әшейін айтып жатқаным ғой. Көңіліңізді алып қалмаңыз. Десе де бүгінгі күні сол екі жастың арқасында төрге шығып жатсыздар, құдалар. Құдалығымыз біздердің 1000 жылдық демек, қазір 100 жаса деп айтпайтын болдық қой. Сондықтан да 1000 жылдық болмасын, шексіз мәңгілік біздерде құдалық болсын. Алла тағала қаншалық біздерге ғұмыр берсе, жаңа жақсы тамада айтты ғой, біздің сүйегіміз қурап қалғанша сол 1000 жыл болады екен. Сол 1000 жылдықта біз тірі жүргендер, ұрпағымыз өссе де біздің құдамыз деп жүреді екенбіз. Сол мәңгілік құда болсын. Арамызда жорға жүрсін, азғырдай болса да толсын, ол толмасын, дорба жүрсін. Біздің бір-бірімізге деген сүйіспеншілігіміз, махаббатымыз, жүрегімізге тола, ішкі жан дүниемізден шыққан жылы сөздеріміз болсын. Ол сөздеріміз бір кезде жұбаныш болсын, бір кезде бір-бірімізге беретін қуат сөздер болсын. Бір кезде бір ісімізбен көрсетпейтін кездер болады. Сол кезде біз көмегімізді сөз арқылы берейік. Қолымыз жетіп, аяғымыз жетіп жатса, біз сол кездерде қол көмегімізді беріп жатайық сіздерге. Алла сондай әдемі күндерді нәсіп етсін. Енді құда келсе, әркімде құдайындай сыйлайды. Құдайындай сыйлайды деген сөз бекер емес, барын салады. Міне бүгін сол сөздің, сол өмірдегі айтылған дүниенің бәрі бүгін нәтижесі болып жатыр деп ойлаймын. Бір күн келген қонаққа 1000 күн тағзым. Мен білмеймін, ертең кіммен дастархандас боламын. Мүмкін Алтош осы үйге күннің күнінде, апатайым күннің күнінде келіп айтқан бір көзінде, мен құшақтасып жатам деп апам. Сол сияқты күннің күнінде келер. Бірақ сіздер алыстағылар мүмкін осы дастарханды бір көріп кетерсіз. Сондықтан да сын емес, бұл дастархан сіздерге сый үшін жайылған дастархан. Көп рахмет. Біздің сый дастарханымызды қабыл алып, күлімдеп, шашасаңыздар да ат шаптырым жерден келген жоқсыздар. Кәдімгідей ат терлетіп келдіңіздер. Оңай емес, жол деген көрдік өткенде. Шашасаңыздар да түн ұйқыларыңызды бөліп келдіңіздер. Ол да басыңызда бар. Мүмкіндігінше барлық болмыстарыңызбенен бізбен бірге болуға тырысып отырсыздар. Сол үшін сіздерге Алла разы болсын. Әрқайсыларыңыздың шаңырақтарыңызда тура осындай құдалық болсын. Ертең күнде тура сондай той болсын. Дастарханымыз тек қана жақсылыққа жайылсын. Құдаларға бүгінгі күні келіп, біреу емес, бірнешеу келіп толықтырып отырған нағашыларға, яғни төркініме, ағайындарға көп рахмет. Жездерлерімізге, жүгіріп жүрген күйеу балаларымызға 60-тан асса да мен осы үйдің үлкен қызымын демейтін менің қайнапама, артымнан ерген қайынсіңлеріме, жұғысты болсын деп жүгірген менің кішкентай немерелерге осы үйдегі көптен көп рахмет айтқым келіп тұр. Біз бұндай жақсы дүниеге бірінші Алланың арқасында, екінші мен өзімнің ата-анамның арқасында, Рахымбай өзінің ата-анасының арқасында. Тірі жүргеннен айтып жатырмын ғой, менің ата-анам деп. 16 жасымда әкемнен, 27 жасымнан анамнан қалдым. Сонда менің әкем кішкене болған Шәкен ағам бүгінгі күнге дейін соңғы тиемі мінекей шой ауырып отырса да қазір қасымнан табылып отыр. Көптен көп рахмет. Мен де жаңа астында бір сөз айтқым келді. Ана жүгіп көрсетіп жатқан кезде ана өзім келін болып түсіп жатырмын. Күні кешен сияқты сол. Мен түскелі енді Санжар 27-ге келсе, мен 28 жыл келіп осы отбасында. Сонда келемді ана аталардың құрдастары келіп айтып жатады ғой, енді үлкен кісілер ғой енді.
келеді мен я анасы бар екен әкесі жоқ екен деп айтып қалады да мен сол кезге дейін өзімнің әкемнің жоқ екенін білмеппін өйткені менің қасымда бауырларым жеңгелерім болып содан мен жылаймын да үйге барып айтамын анашым тәте деймін да тәте осылай деген сөйтіп айтып жатыр анасы бар екен әкесі жоқ екен деп айтып жатыр десем енді ортаңызда бүгін келмей қалып болат ағам айтады да жаңағы шәкен ағам айтады ештеңе жоқ әкең болмаса жаңағы әкең бардағы сенің дүниеңді апарып біз жаңағы бардай болып нардай болып барамыз деп бүгінгі күні жылап айтып тұрғаным тура сондай тағдырлас болып тұрған менің келінім Аяжан шын тағдырлас болып тұр деп ойлайықшы. Сондай бір керемет күннің куәсі болып жатырмын, соны асын айтамын деп ұмытыппын ғой деймін. Оны мен ешқашан ұмытпаймын. Сондықтан да мына бауырлар келіп жатыр, жеңгелер келіп жатыр, нағашылар келіп жатыр. Бізде нағашы да жоқ. Менің мамамның бір ғана нағашысы бар, үлкен кісі. Сол сияқты бүгін нағашыларды келіп жағына шығысып жатыр. Аяжан бақытты, Аяжан бар, Аяжан бай, Аяжан кішіпейіл, Аяжан өте тәртіпті қыз. Мен басқасын айтамаймын. Ынтымақшы, ертең біздің жанұямызды біріктірді деген сөздерді мен қазір айтамаймын. Бірақ сол сөздердің куәгері сіздер боласыздар деп ойлаймын. Өйткені 5 күнде аяғынан тік тұрып, қай қонағым келсе де күтіп алды. Түн болса түн, күн болса күн. Мама, ертең не істейік? Ертең қандай? Сол білмейік, Санжар айтып қойған ба? Айтты, қандай тамақ жасап қояйын? Бірінші қонақ деп қалған ғой. Сол ертеңде қонақтар келе ма деп тұрады да. Айналдым сол сөзінен. Сол келген кісілердің бәрі өзінің тілегін айтып, батасын беріп жатыр. Бәрі де баталы болып, батаменен өседі, соныменен көгереді. Санжарым мен Аяжаным көгеріп, өсіп, өнсін. Сол бір жақсы тойлардың, жақсы дастархандардың барлықтарыңыз, 4 көздеріңіз түгел, 12 мүшелеріңіз сау болып, куәгерлер болыңыздар. Басқа айтарым жоқ. Көп рахмет. Енді Құршықпа деген енді бір ырым демейсің ғой, бірақ осы үйге келіп бірінші рет айтады, есікті көрдіңіз, төрді көрдіңіз,